Қайырлы күн баршаңызға. Дәл осындай әрі жылдам тойымды пиццаны менімен бірге жасап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге 2 зуала қамыр керек болады. Оларды жұқа етіп жайып, видеодағыдай табамызды майлап орналастырып қоямыз. Бізге керегі майонез және кетчуп, томат және силиконды щетка керек болады. Майонез бен кетчупымызды бір ыдысқа араластырып алсақ та болады, немесе мен сияқты видеодағыдай жасасаңыздар болады. Маған осы ыңғайлы және әрі тез жылдам болады. Мен салмасына тұздалған қияр және сосиска алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қызанақ қоссаңыздар болады, болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Әркімнің былайша айтқанда талғамына қарай жасай беруіне болады. Мен тек қамырына айтып кететін болсам, кез келген ашыған қамырды алсаңыздар болады. Нанның қамыры болсын, сүтке иленген айранға және де тағы басқа. Құрамын астына жазып кететін боламын. Дәл видеодағыдай жағып шығатын боламыз. Майонез бен кетчупымызды бір келке етіп араластырып, екінші қамырымызды да дәл осы видеодағыдай етіп щеткамызбен жағып аламыз. Дайын болғаннан кейін енді салмасын салатын боламыз. Ең алдымен тұздалған қиярымызды бір келке етіп, туралған қиярды 2 бөлікке бөліп салып шығамыз. Және де үстінен кубиктап туралған сосискамызды салатын боламыз. Дәл видеодағыдай менің артымнан қайталап отырсаңыздар болады. Дайын болған тестамызды қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Себебі әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қамырымыз піскенше келесі біздің пісіп жатқан кезде сырымызды осындай үккіштің майда өткізгішінен өткізіп бір ыдысқа дайындап аламыз.
Біздің пиццамыз пісті. Енді үстінен үкіштен өткізілген сырымызды бір келіге етіп, беті жабылғанша көбірек сеуіп шықсаңыздар керемет болады. Неғұрлым көбірек болса, соғұрлым дәмі де керемет болады. Дәл осылай бір қалыпты сеуіп және қызып тұрған пешке 1-2 минутқа сырымыз ерігенше салып аламыз. Бізде осындай пицца дайын болды. Өте оңай. Кесіп отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Ұлжан. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.